Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен бүгін ет десеңіз еті бар, нарын десеңіз нарыны бар, бірақ бес бармақ емес, өзім қуырдақ жаппа деп атайтын осындай бір тойымды, әдемі, дәмді тағамның жасалу жолымен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін бізге ұн керек, ет және көкөністерден картошка, сәбіз, пияз міндетті түрде, қызанақ, қара бұрыш керек. Бірақ қызанақ пен қара бұрыш қосқыларыңыз келмесе, қоспай қойсаңыздар да болады. Ал дәмдеуіштерден соя сұйықтығы, қара бұрыш, томат, тұз міндетті түрде сұйық май болу керек. Басқа дәмдеуіштерді қалауыңызша қоса беруіңізге болады. Алдымен біз жылы суға аздап тұз салып, оны жақсылап ертіп ерігенше араластырып аламыз. Сосын дайындаған ұнымыздың үстіне құйып, өте қалың, қатты емес, өте жұмсақ емес, қалыпты қамыр илейтін боламыз. Осылай иленген қамырымызды пакетке орап, 3-4 минуттан бірнеше рет тындырып, қайтадан илеп, бір келкі майда болғанға дейін солай бірнеше рет қайталаймыз. Неке соңында осындай майда бір келкі қамыр болу керек. Оны алақанымыздың көмегімен ұзыншалап жаймалаймыз. Сосын ұсақтап бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде мына жерде 14 бөлік шықты. Бұл бөліктердің өлшемі біз осыны жаймалаған кездегі жаймамыздың диаметрі қуыратын ыдысымызбен бірдей болатындай етіп бөлсек болады. Осылай ұн араластырып, бір шетке қойып қоямыз да, шетінен бір-бірден оқтаудың көмегімен барынша жұқа болғанға дейін дөңгелектеп жаймалап шығамыз. Диаметр жаңа айтқанымдай қуыратын ыдысымыздың көлемінде болу керек. Осылай барынша жұқа жайғанымыз дұрыс. Сонда қамырымыз дәмді болады. Өстіп жайып болғаннан кейін үстіне сұйық май жағып, бір шетке қойып қоямыз. Келесісінде солай жұқалап, дөңгелектеп жаямыз, барынша жұқа етіп. Сосын оның үстіне де сұйық май жағып, жаңағы шетте тұрған қамырымыздың үстіне қабаттап қоя береміз. Неке осы қамырымыздың үстіне бәрін қабаттап қоямыз. Бәрін солай жұқалап жаймалап шығамыз да, арасына сұйық май жағып отырамыз. Неке менде осындай қамыр шықты, бәрінің арасында сұйық май жағылған, бірінің үстіне бірі қабаттап қойылған. Енді көкөністерді турауға кірісеміз. Көкөністерімізді осылай турап аламыз, картошкамызды сәл кесектеу, ірілеу тураймыз, өйткені ол езіліп кетуі мүмкін. Басқа көкөністер маңызды емес, ұсақ болсын, кесек болсын, қалауыңызша турай берсеңіз болады. Енді қазанымызға сұйық майды құйып, оның үстіне етті салып, етіміз піскенше қуырамыз. Ет піскеннен кейін үстіне пиязды рет-ретімен және басқалай көкөністеріміздің бәрін салып, 1-2 минуттан қуырып шығамыз. Енді дәмдеуіштерімізді саламыз. Қара бұрышымызды, сары бұрышымызды, тұзды және 1,5 қасық соя сұйықтығын құйдым. Осылай тағы 1 минут, 2 минут араластырып қуырып аламыз да, үстіне қайнап тұрған су құямыз.
судың мөлшері осы қуырмамыздың үстін басып тұратындай болу керек. Өте көп болып кетпесін, қуырманың үстін жауып тұратындай болса болғаны. Бір қайнағаннан кейін қуырмашымыздың сорпасының тұзын көреміз. Тұзы бәрі дұрыс болса, үстіне жаңағы жаймалап алған, бір-біріне қаттап қойған жаймамызды әкеліп жауамыз. Мінекей осылай жабамыз. Сол үшін де мен бұл тағамның атын қуырдақ жаппа деп атадым. Су өте аз болса да болмайды, тез тартылып күйіп кетеді. Осылай 20 минутқа қалдырамыз, бірақ баяу отта болу керек міндетті түрде. Отыңыз күшті болса күйіп кетуі мүмкін. Мінекей 20 минуттан кейін осылай пісіп шықты. Енді оны осы қазанның үстінде пышақпенен пицца сияқты тіліп, бөліктерге бөліп, қуырдақ салатын ыдысымызға саламыз. Алдымен осы нарынды бір-бірден қуырдақ салатын ыдысымызға айландырып салып аламыз. Үстіне астында жаңа қуырмамызды саламыз нарынның астында. Мінекей жаңағы нарынымыз осындай болып пісті. Жұп-жұқа, қабат-қабат біріне-бір жабыспайды. Балалар да өте сүйіп жейді. Бірден-бірден осылай сыдырып, арасына картошкасы мен етін қосып, орап, қызықтап, сүйсініп жеп отырады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.